фестивалінің басты қонағы, ендеше әнім сен едің атты кездесу кешінің қонағы, өңірімізге танымал дәстүрлі әнші, қаламыздың құрдасы, мәдениет саласының үздігі, Сәтбаев қаласының жыл әншісі, атағының иегері Алдажанова Дәргүл Темірхан. Осы өнерге қатысқан адамның жүрегі нәзік. Мынау қақ-соқ деген қазіргі заманда естіп жатырмыз әртүрлі жағдайлар болып жатыр. Сол жағдайдағы балалар кім? Олар өнерден алшағырақ. Олар өнерге қызықпайтын, я болмаса бір өнер болашағынан үміт күттірмейтін жастар сондай жағдайға ұрынып жатады, иә? Bizim болашағын ойлайтын адам, ол нағыз азамат болып, елінің осы бір тіктей болса үлесімді қосайын деген азамат болып. Біздің жастарымызға мен қазір ютубтан көреміз, инстаграмнан көреміз ғой, жастарымыз осы конкурс ұйымдастырсақ та жастарымыз лек-легімен деп жатыр. Ол өте қуанарлық жағдай. Сондай өнер жолына барсаңдар, өнер жолында жүрген адамдармен, сол кісілермен тіл алысып, сол кісілермен ара-қатынас жасап, мысалы мынау білмей жүрген сұрақтарыңды қойып, сол кісілерден біттей болса бір өнер жайында, немесе мынау қазіргі өмір жайында бір ақпарат алып жүрсеңдер, нағыз болашақтарын жарқын болады.